Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай керемет шпара, яғни пельмендерді жасайтын боламыз. Толық рецептің барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Бөлме температурасындағы суға ас қасықтың жартысымен тұз қосып, жақсылап тұзды ерігенше араластырамыз. Кейін ұнымызға 1 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, жаңағы суымызды біртіндеп құйып отырамыз. Яғни барлығын бірден құйып жібермейміз. Видеода көрсетіліп тұр. Бөліп судың барлығын құйып шығамыз. Артық судың қосудың қажеті жоқ. Кейін қолмен араластырып, жақсылап қамыр елейміз. Басында бірігуі қиын болады, бірақ дәл осы граммен, яғни судың мөлшерімен эластичный қамыр шығады. Кейін пакетке орап, бөлме температурасына қойып қоямыз. Жарты сағат немесе 1 сағаттан кейін бір қайтарып жіберіп, қайта пакетке кигізіп қоямыз. Сол кезде қамырымыз күшті болып шығады. Арасы барлығы эластичный қамыр шығады. Бір қайтарып жіберіңіздер. Оған дейін ішіндегі салмасын жасаймыз. Мен де осындай теркамен өткізіп жасадым. Себебі бұл тұшпара. Сіздер майдалап қолмен турасаңыздар болады, немесе дәл осылай қолмен теркамен өткізсеңіздер болады. Сәл көздеріңіз ашуы мүмкін. Бізде пияздың суы қажет етпейді. Сол себептен былай суын сығып, тек етін ғана аламыз. Суын төгіп тастаймыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Жақсылап езгілеп, салмамызды дайындап қоямыз. Ал енді демалған қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Дәл менің рецептімен жасасаңыздар, сіздерде 2 кішкентай зуала қамыр шығады, немесе 1 үлкен зуала қамыр шығады. Ал енді пельмендерімізді кесіп алып, салмасын салып бүгіп шығамыз. Мендегі форма дөңгелек. Оны баклажканың көмегімен кесіп алдым. Дәл осылай сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Қайшымен баклажканың басын қиып алып жасайсыздар. Тұшпарамызды бүгіп, морозилкеге 3-4 аптадай сақтауға болады. Қайнап тұрған суымызға дәмдеуіштерімізді қосып, пельменді 10-15 минутта пісіріп аламыз. Әркім әрқалай жасайды. Кейбіреулер картоп, пияз, сәбіз қосып жасайды. Мен жай ғана суға қайнатып алдым. Өз қалауларыңыз бойынша пісіріп алсаңыздар болады. Міне біздің пельмендеріміз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.